Бүгінгі видеода Халха монғолдар қазіргі кең байтақ Монғолия жеріне қалай ие болып, қандай ірі соғыстар жүргізгендігі жайлы айтатын боламын. Достар, егер сіздер видео отырып YouTube'тан айына 1 миллионға дейін табыстауды қалсаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Монғолдардың шығу тегі және қазақтармен қатысылығын және Шыңғысханмен байланыстылығын алдыңғы видеоларда толықтырып атап өткен болатынмын. 1449 жылы 20 000 біріккен Халха ойрат әскері Пекинге жол тартты. Оларды 500 000 Қытай әскері қарсы алып, сұмдық қан төгіс орын алды. Нәтижесінде халқалар мен ойраттар құраған бар болғаны 20 000 адам 500 000 Қытай әскерін ауыр жеңіліске ұшыратты. 1479 жылы билікке Мөңке Бату келіп, өзін Даян хан деп жариялады. Ол әскерлерден түмен жасақтап ойраттардың ықпалынан шықты. Халха монғолдарға басшылық жасаған Даян хан Қытайдың Мин империясына қарсы батыс пен солтүстік бағыттан жеңімпаз жорықтар жасады. Даян ханның кезінде монғолдар өте қуатты мемлекеттің біріне айнала білді. Монғолдар шешек ауруының шығуына байланысты тонаушылық мақсатта шүршіттерді басып алып, Қытайдың бірқатар жерлерін өз иелігіне қаратты. Халха монғолдар бірнеше рет Пекинге дейін таяды. Олардың тонаушылық шапқыншылықтары Қытайлардың әбден мазасын қашырды. Ендігі кезекте Халха монғолдар өздерінің ішкі саясатына жиі араласатын ойраттарды жазалауды көздеді. 1609 жылы ойрат Халха соғысында халқалар жеңіліс тапса да, 1614 жылы 80 000 әскермен басып кірген монғолдар жоңғарларды жеңіліске ұшыратты. 1615 жылы Қара Хула тайшының әскерінде ойсырата жеңіп тастады. 1620 жылы Қара ертіске дейін созылған жоңғарларды бағындырып, артынша жоңғарлардың біріккен әскеріне тағы да жойқын соққы берді. Жоңғарлар монғолдардан әбден таяқ жеп жеңілумен болды. Монғолдардың тепкісінен жоңғарлардың бір бөлігі қазіргі Ресейдегі Калмыкияға дейін қашып кетті. Яғни қалмақтарды батысқа қуып жіберген монғолдар болатын. Шығыстағы және оңтүстіктегі ықпалын күшейтумен қатар, монғолдар ұзақ жылдар бойы Енесей қырғыздар мен хакастарға сұмдық апат алып келді. Атап айтқанда, 16-17 ғасырларда Шолай Обашының басшылығымен Халха монғолдар Енесей қырғыздар мен хакастарды бодан еткізіп, салық төлеттіріп қойды. Шолай Обашының орнына келген Омбо Эрдени сол саясатты жалғастырып, 1652 жылы қырғыз хакастарға қарсы жойқын шапқыншылық жасап жолында тұрғандардың бәрінің астан-кестеңін шығарды. Бұл шапқыншылықтар Енесей қырғыздарының халық санын азайтып тастады. Халқалардың туысы қалмақтар да Шығыс Түркістандағы қырғыздарды төмпештеп, Орта Азияға тықсыртып жіберді. Енесей қырғыздар мен Шығыс Түркістан қырғыздары монғолдар мен қалмақтардан адам айтқысыз зардап шекті. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймай, Халха монғолдар мен жоңғарлар ұзақ жылдар бойы бір-бірін аяусыз қырып жоюмен болды. Олар өзара соғысып жатқанда шығыста шүршіттер қуатты Цин империясын құрып үлгерді. Олар жоңғарлармен соғыста қатты әлсіреп кеткен халқаларға өз үстемдігін орнатты. Халха монғолдар бірқатар түркі халықтарына зиян алып келсе де, қазақ хандығымен өте жақсы қарым-қатынаста болды. Шекара маңында рулар арасында шағын шайқастар болып тұрса да, мемлекет аралық қалың қолмен бір-біріне зиян алып келмеді. Олар да қазақтар секілді жоңғарларды жеп көріп, қазақ хандығын батыстағы одақтас санады. Дегенмен бұл жайында біздің тарихқа мүлдем енгізілмеген. 1616 жылы Халха монғолдардың Алтан ханына барған атаман Тюменец пен командир Петров Мәскеуге жазған хатында халқалардың арасында қазақ елшілерін жолықтырдық деді. Одан бөлекте орыс жазба деректерінде Алтан хандар мен қазақ хандығының жоңғарларға қарсы одақтастығы баяндалған. Монғолдар 200 жылдай жоңғарлардың Орта Азияға өтуіне кедергі болды. 1758 жылы Цин әскері басып кіріп жоңғар хандығы құлағанда монғолдар шүршіттермен қосылып алып жоңғарлардың 90%-ын қырып салды. 1911 жылы Шанхай революциясы кезінде монғолдар тәуелсіздікке ұмтылды. 1920 жылы орыстың барон Унгерн бастаған әскері мен монғолдар бірлескен түрде 5 есе көп болған Қытай әскерін ауыр жеңіліске ұшыратты. Нәтижесінде 1921 жылы Монғолия тәуелсіздік алды. Сондай-ақ менің телеграм каналыма да тіркелуді ұмытпаңыздар, мен ол жақта басқа да тарихи жағдайларды қарастыратын боламын.